Сәлем достар, кезек сабақ жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта алдыңғы сабақта берілген тапсырманы орындайтын боламыз. RGB'ді өзгертеді, соответственно, біз RGB'ден қалаған түсті бұрау арқылы аламыз. Алдыңғы сабақта сол жағы бізде ground, оң жағы 5 вольт, ортасы A5-ке жалғанған болатын. Дәл солай сол жағының барлығын минусқа, оң жақтың барлығын 5 вольтқа жалғаймыз. Сол жағы ground, оң жағы красный. Ортасы A4-ке кетеді бұл жолы. Одан кейін A3-ке кетеді. Немесе мынаны цвет бойынша бұрап қойық. Мынау бізде красныйға жауап береді. Redқа, мынау бізде greenға жауап береді. Зеленыйға, мынау бізде blueға жауап береді. Синий. Так. Енді рет-ретімен қойып шығамыз. Потенциометрдің мәні аяқталды. RGB-ға резистормен 120 қойдым, негізінде 220 қояды. Біз таза, толық мәнді көру үшін 120 қойдық. Общий минусты минусқа жалғаймыз. Қызыл түс бізде 3-ке барсын, оны қызылға бояп қойып. Яғни, мына потенциометр осы портқа жауап береді, мына потенциометр зеленыйға жауап береді, үшінші потенциометр синийға жауап береді. Оны практикалық тұрғыда түсінген боларсыздар, ал біз оны тез-тез порттарына жалғап қоятын боламыз. Подключение аяқталды, скетч жазатын боламыз. Скетч жазу өте оңай. Алдыңғы сабақтағы бір потенциометрдің мәнін 3 рет қайталайтын боламыз. Код жазамыз. Int қызыл тең 3-ке, int жасыл тең 5-ке, int көк тең 6-ға. Қателеспесек осылай болған. Пинмодқа барлығын output деп жазу шарт емес, бірақ біз жазып шығамыз. Қызыл output. Көшіріп аламыз. Ctrl-C, Ctrl-V. Жасыл Ctrl-C, Ctrl-V, көк Ctrl-C, Ctrl-V. Тағы бір тексеріп көрейік. Қызыл менде 3-ші пин, жасыл менде 5-ші пин, көк менде 6-ші пин. Дұрыс, пиндары дұрыс. Енді мына потен 1 еді, біз оны потен K дейік, яғни қызылдың потенциометрі бізде A5-те тұр. Дәл осыда 3 потенциометр ашамыз. Одан кейін потен G бізде A4-те тұр. Потен жасыл A4-те. Одан кейін потен K. Так, потен көк деп үлкен әріппен жазайық. Ол бізде A3-те тұр. Немесе мынаның барлығын өз атымен жазып шығайық. Потен қызыл, потен жасыл, потен көк. Екі айнымалының аты бірдей болуға болмайды. Мынау қызыл деп, мынаны қызыл дейтін болсаңыз, программа бір-біріне қай айнымалын қолданатын білмей қателесуі мүмкін. Сол үшін потен қызылдың мәнін аламыз да. 0-де 255-ке теңестіріп аламыз, себебі бізде светодиод толық жанғанда 255-ке тең болу керек еді. Екінші потенциометрдің мәнін көшіріп қоямыз, үшінші потенциометрдің мәнін көшіріп қоямыз да тек аттарын қойып шығамыз. Потен жасыл, потен жасыл, потен көк, потен көк. Мінекей, енді 3 потенциометрді бұрап шықсақ та бізде мәндері 255, 250, 255-ке дейін барады. Енді analog write қызылға жауап береді потен қызыл. Копировать. Түсінікті деп ойлаймыз, е? Так, жасылға жауап береді потен жасыл. Көкке жауап береді потен көк. Әрқайсының артына шамамен жылы 5 миллисекунд бере салайық. Кішкене задержка бізге ешқандай қиындығын туғызбайды. Осымен 23 қатардан тұратын скетч, немесе 22 қатардан тұратын скетч потенциометрді қолдану арқылы қалаған түсімізді
бұрап көруімізге мүмкіндік береді. Қазір модельге жіберу арқылы әрқайсысын жеке-жеке бұрап көреміз. Сол кезде бізде түстері қызылға, жасылға, көкке ауысуы керек. Начать моделирование. Бізде потен қызыл дегенде алдыңғы потен қызыл қате шығыпты. Оны өздеріңіз байқаған боларсыздар. Мен тек көшіріп қойған кезде мән беріп қараған жоқпын. Дәл қазір бізде ешқандай түс жанбайды. Бірінші потенциометрді бұрап көреміз. Бұл бізде қызыл түс жанды. Дұрыс, қызыл еді. Өшіреміз. Екінші светодиодты қазір өшіп тұр. Бұрайтын болсақ бізде жасыл жану керек. Мінекей жасыл жанды. Өшіреміз. Бұл негіз плавно өшіп жатыр. Просто онлайн болғаннан кейін біз оны байқамай жатырмыз. Бұраймыз, көк жанады, көк өшеді. Енді әр түрлі бұрау арқылы біз қалаған түсімізді аламыз. Мысалға 1 мен 2-ні бұрайтын болсақ, бізде басқаша түс шығады. 1 мен 3-ті бұрайтын болсақ, 2 мен 3-ті бұрайтын болсақ, басқа түс шығады. Яғни қалаған жерге бұрау арқылы біз қалаған түсті осылай бұрап аламыз. Алдыңғы RGB-дің өз өткен кезде айтқан болатынбыз, 16 миллион түс шығады деп, сол 16 миллион түсті 3 потенциометрмен бұрап алса болады. Осымен бүгінгі үй тапсырмасына арналған видеомыз аяқталды. Келесі жаңа тақырыпта жүздескенше сау саламатта болыңыздар.